Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қуырдақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоға лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Қуырдаққа ең басты керек ингредиенттер ол май мен ет. Май міндетті түрде сол малдың майы болу керек. Іш майы немесе құйрық майы деген сияқты өзінің майы болу керек. Және етті өздеріңіз білесіздер, қанша мөлшерде, қандай малдың еті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Менде жаңа сойылған малдың еті және іш майы. Іш майын турап шыжғыратын боламыз. Май шыжғырылып болғанша етті турап аламын. Еттің мойын омыртқасын, ортан жілігін, қабырғасын және жамбасын турайтын боламын. Сонымен қатар бүйрегін де тураймын. Еттің барлығын міне турап алдым. Енді майымыз шыжғырылып болды. Шыжығын сүзіп аламыз. Турап алған еттерді саламыз. Ешқандай су қоспай осы майға қуырамыз. Дәміне қарай тұзын сеуіп 15-20 минуттай орташа отта қуырамыз. Жиырма минут өткеннен кейін бір араластырып, бетін жауып,
1,5 сағаттай жай отта қуырамыз. Картошкамызды ашып дайындап қоямыз. Картошканың аз мөлшерде болғаны жақсы. Мен 5-6 картошка ашимын. Менде 1,5 сағат өтті. Қуырдақтың еті пісіп қалды. Енді үстіне картошкамды салып 15 минутта пісіріп аламын. Картошкасы пісті. Енді үстіне пиязымды салып, қазанның астын өшіріп, бұқтырып қоямын. Қуырдақ дайын болды. Ыдысымызға салып ұсынамыз. Қуырдақ өте дәмді болды. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Ас болсын, сау болыңыздар.